Сәлем баршаңызға. Windows сайтын тегін үйренгіңіз келсе, менің каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Бүгін парольді қайтадан құрастыру жөнінде түсіндіретін боламын. Кей жағдайларда карта тіркеген кезде жазған паролімізді, яғни код нөмірді ұмытып қалатын жағдайлар жиі кездеседі. Сайтта обновление болғанда және тағы да өзгерістер болған кезде сол пароль бізге керек болады. Оны қалай қайтадан шығарамыз, қалай жаңартамыз, сол жайында қазір сіздерге түсіндіріп өтемін. Міне мен қазір мына товарда оплата жасап сатып алуым керек. Оплатаға өтемін. Осы жерде менде пароль сұрап тұр. Алайда мен жазған парольді ұмытып қалғанмын. Сол үшін ең астындағы көк жазудың үстінен басамын. Картаның суретін үстінен басамын. Осында терезе шығып, өзімнің картамның соңғы сандары шықты. Соның үстінен басамын. Осы жерде картаның нөмірін жазыңыз дейді. Картаның нөмірін енгіземіз. Немесе камера арқылы сканер жасауға болады. Подтверждение жасаймын. Данныйларымызды қайтадан жазамыз. Алғаш тіркеген кездегідей қайтадан жазып шығамыз. Аты жөнімізді, жарамдылық мерзімін, барлығын қайта тереміз. Жарамдылық мерзімін қоямыз келесі. Календардан таңдағаннан кейін үстіңгі жазуды басамыз. Артындағы 3 цифрды қоямыз. Яғни карточканың артындағы кодты. Барлығын теріп болғаннан кейін подтверждение жасаймыз. Қайтадан пароль жазуымды сұрап тұр. Өздеріңіз ұмытпайтын бір парольді жазып, енгізіп қоясыздар. Қайтадан повторына тереміз парольді. Пароль бізде сақталды. Кодты енгізгеннен кейін кез келген товарға кіріп, оплата жасап, сатып ала берсеңіздер болады. Енді сіздерге екінші картаны енгізуді көрсететін боламын. Ол үшін мына жазуға кіреміз. Бұл бізде картаны тіркеу белгісі болып табылады. Үшінші тұрған жазудың үстінен басамыз. Ең төбесінде қарасаңыздар, менің картамның нөмірі, аяққа нөмірлері шығып тұр. Бір Каспий Голд картам тіркеліп тұр. Енді екінші картаны тіркеу үшін ең астында тұрған плюсікті басамыз. Осы жерге өзіміз және жазған кодты, яғни парольді жазамыз. Телефонға блокировка жасап ашамыз. Тура жаңағыдай басындағы Қытайдың банктерінің атауы шықты. Ең астына өзіміздің кез келген виза картамызды тіркеп, нөмірін жазып, аты жөнімізді жазып, ары қарай қолдана беретін болады. Екінші картаны тіркегеннен кейін қайтадан кіретін болсақ, осы бірінші виза картының астында тура осындай белгі екінші картаның нөмірі шығып тұратын болады.